Бір қызығы, мен кішкентай кезімде банк ол ақшалар өмір сүретін жер деп ойлаушы едім. Мысалы, аңдар тұратын хайуанаттар бағы сияқты. Ондай болса, біз бүгін банк деген не екенін түсіндіретін боламыз. Сонымен Қазақстанда банк жүйесі 2 деңгейлі. Бәрі оп-оңай, тура ойындағы сияқты. Админ мен ойыншысы бар. Бірінші деңгей ол ұлттық банк. Ол қарапайым адамдармен жұмыс істемейді. Ол елдегі барлық банктердің ең басындағы банк. Тәртіпті сақтайды, қаржы нарығын қадағалайды, ереже қалыптастырады. Ал екінші деңгей бұл коммерциялық банктер. Мысалы, КМФ банк. Біз олармен күнделікті тығыз байланыстамыз. Олардың басты мақсаты адамдарға қаржылай сауатты болуды үйрету. Және олар бұны әртүрлі қызметтер арқылы жүзеге асырады. Біріншісі ақша аударымдары. Анаң саған түскі асқа ақша жіберді. Бұл банк аударымы. Екіншісі карточка. Бұл жай ғана сенің қалтаңдағы ақшаға жету мүмкіндігі. Төледің, жүйе балансы тексерді, шешіп алды. Бірер сәттің арасы Ақша айырбастауды 3-те. Түркияға ұшып бардың, теңгені лираға ауыстырдың. Банк бұдан да пайда көреді. Ең бастысы несиелер мен депозиттер. Несие ол банктың саған қарызға ақша беруі. Мысалы, сен ноутбук алғың келеді, бірақ ақшаң жетпей тұр. Банк саған қарызға ақша береді, тек өсім пайызымен. Яғни, қалғаннан артық ақша қайтарасың. Бұл жерде түсіну керек ең басты нәрсе несие дұрыс қолдануды үйренуге болатын қажет құрал. Келісім шарттары мен төлем кестелерін сақтай отырып, өсімпұлдар мен айыппұлдар түріндегі қосымша шығындардан аулақ бол. Несие алу бұл жауапкершілік. Сондықтан алдымен ойланып көр. Бұл нәрсе мен үшін шынымен маңызды ма? Әлде мен күте тұра аламын ба? Ал депозит бұл керісінше. Сен банкке ақшаңды сақтауға бересің де, банк саған пайызын төлейді. Яғни ақшаң жай жатып-ақ ақырында өседі. Бір жылға салып, теспейтін жедел депозиттер бар. Сондай-ақ қажеттілікке қарай салынатын депозиттер де бар. Ол жерден ақшаны кез келген уақытта ала аласың және толықтыра аласың. Айтпақшы, біздің елде депозит мемлекет тарапынан қорғалған. Сондықтан банкке бірдеңе болған жағдайда ақшаның қорғалған бөлігін қайтарып береді. Банктың жұмысы қалай құрылған? Банк сақтап, ақшасынан пайда көргісі келетіндердің және тап қазір ақшаға мұқтаж жандардың басын қосады. Біреу депозитке ақша салса, екіншісі несие алады. Сонымен, банк бұл ақша өмір сүретін жер емес. Ол пайдалы құрал. Пайдалана алсаң, тамаша. Депозит жинайсың әрі пайда көресің. Несиені тек шынымен қажет кезде және қайтара алатын болған кезде алу керек. Бәрі оп-оңай.